Электр энергиясын үздіксіз әрі жоғары қуатта жеткізу үшін Қараған жарық компаниясы Технов елді мекенде жаңадан трансформаторлық подстанция тұрғызатын болды. Электр желілерін қалпына келтіру, жаңғырту жұмыстары кәсіпорынның инвестициялық бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылуда. Өзгерістің тұтынушыға қаншалықты тиімді екенін тілші біліп көрді. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басты басымдылықтарының бірі көрсетілетін қызметтердің сапасын жүйелі жақсартып отыру. Инвестициялық бағдарлама аясында Тихонов ауданында қолданыстағы подстанцияларға қосымша 15 трансформаторлық подстанцияларды орнату жұмысы жүргізілуде. Бұл төтенше жағдайлардың санын азайтуға, сонымен қатар тұтынушыны тұрақты түрде тоқпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Новые КТПшки, в них установлены. Жаңа комплектілі трансформаторлық подстанцияларда құрғақ оратылған трансформаторлар орнатылған. Құрылғының таралым ауқымы түсер салмаққа сай 10 киловольт. Яғни желі бойында түсер ауқымды салмаққа төзімді келеді. Тұтынушыны электр энергиясымен сапалы қамтамасыз ету үшін барынша қарымды ұяшықтар да орнатылған. Жаңа электр жабдығын орнату қолданыстағы электр беру желілерін ірілендіруге және аудан тұтынушыларын 2019 жылы салынған қуаттық кернеуі 110 киловольт болатын жоғарғы технологиялық Тихоновка подстанциясына қосуға мүмкіндік береді. Қосымша энергетикалық нысандарды салу электр өткізгіш әуе желілеріне түсер салмақты азайтып, осылайша тұтынушыларды тоқпен қамтамасыз ету сапасын едәуір жақсартады. Оборудование новое. Жаңа құрылғы жоғары санатты, оның тоқ өткізу қуаттылығы да ауқымды және одан тарайтын желі бағыттары да ұлғайтылып отыр. Жаңа комплектілі трансформаторлық подстанциялар негізгі кірісте қуаттылығын 630 амперге дейін ұлғайтады. Әрі кабельдің орнына шиналы мост қолданылған. Бұл тоқ бойындағы қысқа тұйықталу тәуекелдерін айтарлық азайтады дейді мамандар. Құрылғының сенімділігі және заманауи қорғаныс технологияларын пайдалану тұтынушыларды тұрақты электрмен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Айта кетері, жаңа инвестициялық бағдарлама аясында Қарағанды жарық компаниясы 2025 жылға дейін электрмен жабдықтау бағытындағы 10 шақты нысанды жаңғыртуды жоспарлап отыр. Бұл проблемалық мәселелерді шешуге тұтынушылар тапсырысы бойынша тоқ көзіне қосуға және энергия жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік бермек. Бақыт Құлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.